Сәлем достар, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Бүгін жұмыртқамен және ірімшікпен жасалатын котлеттің рецептімен бөліспекшімін. Бізге ең алдымен туралған ет керек, тартылған, яғни нан керек, сүт керек, жұмыртқа, ірімшік және дәмдеуіштер және тұз қажет. Ең алдымен тартылған етімізге дәмдеуіштерді, яғни бұрыштарды, тұзды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін жұмыртқамызды қосамыз, тағы да араластырамыз. Енді сүтке езілген нанымызды тартылған етімізге қосып араластырамыз. Противенімізге пергамент қағазын төсеп, фаршымызды, яғни котлет жасау үшін төртке бөліп жаямыз. Үшін үңгілейміз. Ішіне себебі қазір сиырды және жұмыртқа салатын боламыз. Бірінші котлетіміздің өзін 15-20 минутқа пісіріп аламыз, отқа қойып. Содан кейін сиырымызды үкіштен өткізіп дайындап қоямыз. Менде мында сиыр, моцарелла сиыры. Үкіштен өткізілген ірімшікті, яғни сиырымызды котлеттердің үстіне қойып шығамыз. Содан кейін оның үстіне жұмыртқамызды жарып қоямыз. Ірімшіктің үстіне. Одан кейін пешке салып пісіріп аламыз. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Менің отбасыма ұнады, өте дәмді шықты. Менің қызым бұл котлетке медвежья лапа деген ат қойды.